Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, нәзік болып шығатын кекс рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бір жұмыртқамыздың үстіне шекерімізді, жылы сүтімізді және де күнбағыс майын қосамыз. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен осылай араластырып шығамыз. Шекеріміз толық ерігеннен кейін осы массамыздың үстіне 200 грамм ұн және де 7-8 грамм қопсытқышымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осындай қою қаймақ секілді масса болып шығады. Кексті ештеңе қоспайды пісіре берсеңіздер болады, немесе салмасына вареная сгущенка, өзіңізге ұнайтын кез келген жеміс-жидектерді қоссаңыздар болады. Маған осылай алмамен пісірген өте қатты ұнайды, шарлотка болып шығады дәмі. Сондықтан алмамен жасап көруге кеңес беремін. Алманы салып болған соң осылай жақсылап араластырамыз. Енді формаларымызды дайындаймыз. Менде осындай силиконды формаларды орналастырып шығып, ішіне тағы да осындай бумажный формаларды салып шықтым. Енді барлық формаларымызға осылай қамырымызды барлығын бірдей қылып орналастырып шығамыз. Егерде осындай бумажный формалар болмаса, онда силиконды формалардың өзіне де пісіре берсеңіздер болады. Оған қамырымыз жабыспай, өте жақсы көтеріліп, пісіп шығады. Барлығын орналастырып болған соң, қызып тұрған пешке 180 градусқа 25-30 минут пісіріп аламыз. Кекстарымыз дайын болды. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Осылай мен сияқты алмамен жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, шарлотка тәрізді болып шығады. Сондықтан менің кеңесімді тыңдап, алмамен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Қараңыздар, іші қандай воздушный, барлығы піскен. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Мейрамгүл. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше ас болсын.